тамағың бітіп қалды ма? Я, бітті. Қарның ашып қалған жоқ па бала? Жоқ. Отыра тұр, қазір мен мына жерді сыпырып тастайын. Жақсы анашым. Анашым, сізде бәрі жақсы ма? Я, балам, барлығы жақсы. Қазір мына жерді сыпырып тастайын. Тұрыңыз, отырып демалып алыңыз. Әкеңіз, осы жерді өзін сыпырып тастайын. Жоқ, балам, қазір сыпырамын, сен әлі кішкентайсың ғой. Анашым, ойындамаңыз. Шіркін, осы ер жеткенді әкең көріп кетсе ғой. Анашым. Одан басқа арманым болмас еді. Әрі-ақ өсіп жетілерсің, балам. Анашым, мерже өшкенде сіздің қолыңызды мұздай суға салдыртпай қылып бағамын. Айналайын, балам сол. Сенің осы сөздерің мені қалай, маған қалай күш-қуат беретінін білсең ғой, шіркін. Анашым, мен мына жерді сыпырып болдым. Жібін үстіге кірейін. Жарайды, балам, мен қазір саған тамақ дайындап беремін. Бір жыл өткен соң. Балам, неге тамағын ішпей отырсың? Әжем келсін, сосын ішемін. Ол келмейді. Оны қайтесің? Оның орнына өзінің шайыңды ішіп ал. Жоқ, әжем келсін, сосын ішемін. Кеттім мен. Әне, бәрі сені анаңның кесірі. Осы үйде отырып шай ішпесе болмай ма? Оның қасына тамақ ішпек түгілі отыруға жекенесің. Неге сен осы сол анаңды қарттар үйіне апарып тастамайсың? Олай айтушы болма. Ол менің анам, ол мен дүниеге әкелген. Әкемнің жоқтығын көрсетпей өсірген. Қалайша мен туған анамды қарттар үйіне апарамын? Білмеймін, мен ешіне қызықтырмай таңда не мен, не ол. Балам, мен асарымды асап, жасарымды жасадым. Сені өсірдім. Ешкімнен кем қылған жоқпын. Қатарға қостым. Енді менде арман жоқ. Апара ғой мені сол қарттар үйіне. Әйеліңді жесіретпей, баланды жетім етпей, апара ғой сол қарттар үйіне. Апара ғой, балам, мен саған ренжімеймін. Апара ғой. Анашым, не істерімді білмеймін. Екі орттың ортасында қалдым. Бірақ сізді ешқайда апармаймын. Жоқ, анашым, ешқайда. Отаға сау, сенің анаң кеткелі бір үймеші кенейіп қалды ғой. Раха, қарт адам жоқ. Ой, оны қоя берш, өзіміз тәттімен отырып шай ішейік. Білем, мен бүгін түсімде анамды көрдім. Жүзі суық, өзі шашылаңқы, ауырып жүр-ау сірә өзі. Қойша, қайдағын айт. Зарлап бір қоймадың ғой. Балам, неге тамағын ішпей отырсың? Әжемді сағындым. Ертеңгілерін. Әжем қайда? Балам, әжеңді біз қарттар үйіне апарып тастадық. Қарттар үйі? Әжем ояқта неғып жүр? Ой, балам, ол керемет үй. Тамағы тәтті, төсегі жайлы. Уайымдама, балам, одан да тамағын іше ғой. Ох, шіркін, тезірек өсем ғой. Балам, неге сонша көңілдендің? Анашым, мен ертең өскенде сізді де, әкем сізді де қарттар үйіне апарып тастаймын. Не дейді Құдай-ау? Естігім келгені осы болды ма? Арманына жеттім бе? Кеттім мен анама.
қарттар үйіне келгеніме де біраз айдың жүзі болыпты ғой. Әжетай. Құлыным, сен не істеп жүрсің? Анашым, кешіріңізші. Кешіріңізші, анашым, кешіріңізші. Құлындарыма, қалайша өз балдарымды кешірмей, балапандарыма кешірдім. Жүріңіз, анашым. Отамды қабыл алып сағына шықтым ана, сапарда жүрген кезде мен анаңды күттім ана, әрдайымды арнадым бәріне. Ана ең қымбат адам. Ана өмірдің тірегі. Бала мен ана арасында қарым-қатынас жақсы болады. Ананы қадірлей білейік.